Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алмалы пирогтың рецептісін ұсынамын. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз биік болып көтеріліп, және де жұмсақ болып шығады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің осы жұмыртқамыз бен шекеріміз біркелкі масса болып араласқаннан соң, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сүтімізді қосамыз. Сүттің орнына айран қоссаңыздар болады. Содан соң ерітілген сары майымызды қосып, миксермен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан соң, алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды саламыз. Ұнды бірден барлығын салып жібермей, бірнеше бөлікке бөліп салуға кеңес беремін. Ұнның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Ұнды салғаннан соң миксер қолданудың қажеті жоқ, жай ғана осылай венчиктің көмегімен не болмаса лопаткамен араластырсаңыздар болады. Сол кезде пирогымыз жақсы көтеріліп шығады. Ұнымыздың барлығын салып, осылай жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массамыз дайын болып қалды. Енді арнайы формамызға саламыз. Форманы мен фольга қағазымен орап дайындап қойдым. Ішін міндетті түрде майлап алуды ұмытпаңыздар. Сол кезде пирогымыз жабысып қалмай, әдемі болып пісіп шығады. Барлық массамызды осы форманың ішіне құямыз. Үйіңізде қандай форма бар, өзіңіздің қалаған формаңызға пісіре бересіздер. Келесі кезекте бізге 2 дана алма қажет. Алманың дәл ортасынан бөліп, артық жерлерін алып тастап, осы видеода көрсетілгендей етіп, турап дайындап аламыз. Құрметті көрермендерім, егер осы видео ұнап жатса, рецепт пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Көріп тұрғандарыңыздай, алмамыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Енді жаңағы пирогымыздың үстіне осы видеода көрсетілгендей етіп салып, жайғастырып шығамыз. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. 200 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз көтеріліп қызарғанға дейін печкінің аузын ашпауға кеңес беремін. Егер печкінің аузын қайта-қайта аша беретін болсаңыздар, пирогымыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін, және де ортасы толықтай піспей қалуы мүмкін. Сол себепті печкінің аузын ашпауға кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирогымыз пісіп дайын болды. Формадан тек қана әбден суығаннан соң ғана шығаруымыз қажет. Бетіне қант ұнтағын осылай сеуіп жатырмын. Әрине ол өз қалауларыңызға қарай. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Бұл пирог өте жұмсақ, сондай дәмді әрі өте нәзік болып шығады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, және де рецепт ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.